Мен бұрын таңғы 7-де тұратынмын, қазір тұрмаймын. Немесе мен бұрын толық болатынмын, қазір толық емеспін. Бүгінгі сабақ түсінікті шығар, иә? Яғни бұрын соңында істеген дүниелеріңізді қазір істемейтін болсаңыз, немесе бұрын істемеген дүниеңізді қазір істейтін болсаңыз, қолданатын ағылшын тіліндегі ереже. Яғни I used to play football. Мысалы, I used to play football. Яғни мен бұрын футбол ойнайтынмын. Бұл не дегеніміз? Яғни қазір ол ойнамайды деген мағынаны береді. Немесе I used to wake up at 7 o'clock. Яғни мен бұрын 7-де оянатынмын, бірақ қазір оянбаймын деген мағынаны береді. Соны бір дұрыстап түсініп алайық. Енді қараңыздар. Немесе I used to work in an office. Яғни мен офиста жұмыс жасайтынмын. Яғни қазір жасамайтындығын білдіреді. Енді бұрын соңды істемей жүрген нәрселерін қазір істеп жүретін болса, оны біз былай қолданамыз. I didn't used to. Яғни былай болады. I didn't used to wake up at 7 o'clock. Яғни мен бұрын 7-де оянбайтынмын. Ол нені аңғартады? Яғни қазір оянатындығын білдіреді. Немесе I didn't used to work in an office. Яғни бұрын мен офиста жұмыс жасамайтынмын, қазір жасаймын деген мағынаны береді. Енді қараңыздар, енді сын есіммен келетін болса қалай болады? Мысалы, мен бұрын семіз болатынмын деп айтатын болсақ, иә? I дейсізді, немесе subject қоясызды, used to дейсізді, be-ді қоясыз, to be-ді. Одан кейін сын есімді қолданасыз. Ол былай. I used to be fat. Мысалы, мен бұрын толық едім, қазір арықтым деген мағынаны береді. Немесе бұрын мен кешіге беретін болсам, кешіге беретін едім дегенде айтатын болсақ, I used to be late. I used to be late деген, яғни мен бұрын кешіге беретін деген мағынаны береді. Бірақ қазір кешікпеймін деген мағына. Немесе осының болымсыз вариантын қойып көрейік. Яғни бұрын істемейтінім, қазір істеймін мағынасында болатын болса. Ол былай. Яғни I didn't used to be fat. Яғни бұрын мен бұлай семіз емес едім деген мағынаны береді. Немесе I didn't used to be late. Яғни мен бұрын кешікпейтінмін. Қазір соңғы кездері өте кешігіп жүрмін деген мағынаны береді. Дұрыстап тақырыпты түсіну үшін тапсырмаларды орындаймыз. Сол кезде сіздерге барлығы түсінікті болады деген ойдамын.